Сәлем достар, қазір сіздермен термомиксте чечевичный суп жасайтын боламыз. Ең бірінші біз пияз, сәбіз, чесноктарды турап аламыз термомикспен қажетті көлеміне. Бізге сәбізден 50 грамм керек. Соны осылай турап, весын қостым. 30 грамм, тағы 20 грамм болсын. Так, 40 грамм. 50 грамм болды. Пияздан бізге 100 грамм керек. Осылай турап, ірі-ірі қылып, ірі бөліктерге бөліп, осылай сала-саламыз. 85. 100 грамм болды. 100 грамм бізге жетеді. Және де 2 чеснок. 3 чеснок. Чеснокты салдық. Енді осыны термомиксте жазылған, кітабында жазылған өлшем бойынша ұсақтап аламыз. Термомикстің экранын айта кетейін. Мына жерде қазір уақытын қоямыз, мына жерде жылдамдығын қоямыз. 4 секунд және жылдамдығы 5. Дайын болды. Ашып көрсетейін сіздерге. Неге термомикс қажетті көлемде бізге осылай ұсақтап берді. Шетіндегілерін лопатканың көмегімен түсіреміз. Термомикстің өзінде лопаткасы бар, бірақ маған осы лопаткамен ыңғайлы. Түсірген шашасы былай алынады, өзіңізге осылай көтеріп, ыңғайлап түсірсеңіз де болады. Ендігі кезекте сары май қосамыз. Весі қосылып тұр. Сары май бізге 45 грамм керек. Дұрыс көрсетпей тұр. Камерада жаңа граммдары дұрыс көрінбей қалған сияқты. Міне сары май салдық, 25 грамм, бізге қажет 45 грамм. Так. 45 грамм. 45 грамм болды. Енді томат қосамыз. Бір ас қасық томат. Және де 1 чай қасық паприка қосамыз. 1 чай қасық паприка. Енді осыны қуырып аламыз. Чашкасынсыз қуырамыз деп тұр. Чашкасын алып қоямыз. Уақыты 5 минут. Градусы 120 градуста қуырамыз. Және де жылдамдығы 1. Неге бізде чечевицамыздың заттары қуырылып болды. Енді үстіне су, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш салатын боламыз. Мінекей осындай болды. 300 грамм чечевица керек. Міне чечевицаны алдын ала жуып, тазалап алдым. Тұз, қара бұрыш. Енді су құямыз. Су бізге 1200 грамм керек.
тағы кішкене құямыз. Мінекей 200 грамм болды. Қақпағын жабу. Енді 15 минутқа қойып пісіреміз. 15 минут 100 градуста пісіреміз. Жылдамдығы 1,5. Супымыз негізі дайын. Қаласаңыз осылай ұсынсаңыз болады. Біз бұны қазір езіп аламыз. Егер термомикспен пісірмесе, блендерден өткізіп жатады көбісі. Солай езіп аламыз. Болды, супымыз дайын. Қазір көрсетейін сіздерге қалай шыққанын. Мінекей, қазір ыдысымызға салып көрсетемін. Мінекей, супымыз дайын. Осындай болды. Ас болсын.